Халқымыздың тарихының ең қайғылы беттерінің бірі 1930-33 жылдардағы жаңа кеңестік Қазақ Республикасы ашаршылыққа ұшырауы. 1,5 миллионнан астам адам сол кездегі республика халқының 1/4-не жуығы дағдарыс кезінде қаза тапты. Иосиф Сталиннің мемлекеттік қайта құрудың түбегейлі саясатының нәтижесінде болған апат кеңестік Қазақстанда үлкен әлеуметтік, демографиялық және экологиялық өзгерістерді тудырды. Оның барысында республикадағы малдың 90%-ға жуығы қырылып, көшпелі малшы қоғамына ауыр соққы болды. Малсыз қазақ көшіп жүре алмады. Олардың күн көретін амалдары болмады. Сол кездегі көптеген жан түршігерлік фактілер жаппай ашаршылық кезінде каннибализм мен жалмауыздықтан көптеген оқиғалар болғанын растайды. Қазақ даласы жаппай ашаршылыққа ұшырады. Соның нәтижесінде 1-3 миллионға жуық адам қайтыс болды. Сол кездегі билік ұсақ шаруашылықтарды біріктіріп, бұл саланы толығымен мемлекеттік бағындыруға ұмтылды. Халық мұндай өзгеріске дайын емес еді. Көшпелі шаруашылықтарды отырықшылыққа айналдыру міндеті тұрды. Сол жылдары Қазақстаннан 1-2 миллион адам көрші Қытай, Түркия, Ауғанстан, Иран сияқты елдерге көшуге мәжбүр болды. Ашаршылық Қазақстаннан гөрі Украина, Ресей, Беларусь халықтарына да әсерін тигізді. Жалпы сол кезде КСРОда 8 миллионға жуық адам аштықтан қырылды. Өткенге көз жүгіртсек, үлкен жоғалтулар жүрегімізді ауыр қайғыға толтырады. Тәуелсіздікке жеткенше ата-бабаларымыз талай азап шекті, ізін қалдырмай өтпеді. Сол қасіретті күндердегі оқиғаларды көздің қарашығындай сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу бүгінгі басты міндетіміз.